Мен Юсупов Алишан, номер 16 жалпы білім беретін мектебінің 10 қазақ сыныбында білім аламын. Мен Best видео байқауына қатысып, Сыпатай ауылының тарихымен танысқырғым келеді. Тұқым өндіруші Қызылша совхозының іргетасы 1932 жылы 2 бөлімше деп аталған. 1937 жылдары жоғарғы сорттық қызылша тұқымын өндірген. Асыл тұқымды мал, сүті мол сиыр осы ауылдан табылған. Түрлі жеміс беретін ағаштарды да өсірген. Ауылда өзге ұлт өкілдері көп қоныс еткен. Құмық, түрік, қарачай, неміс, чечен, қазақ, орыс ұлттары бәрі бірдей тату болған. 50-60 жылдары 4 түлік мал басын жоспардан артығымен орындап, облыстың алды болды. Ірі қара 150, қой 500, әр 100 саулықтан 111 қозы алынды. 560 гектар бидай өсіріп, 65 гектар жүгері, 12 гектар жерге бау-бақша екті. Шаруашылықта 8100 бас қой, 600 ірі қара, 200 бас жылқы. Сол жылғы табысты миллионнан асып, сонымен совхоз миллионер деп атанды. Сол қиын кездерде елді біріктіріп басқарған ағаларымыз бар. Атап өтсек, Тауешев, Верченко, Кикенадзе, Үкен Исламов және тағы басқа ағаларымыз. В 60-е годы Семеноводический свеклосовхоз считался одним из богатых совхозов, являлся совхозом-миллионером. Продукция совхоза выставлялась на выставке ВДНХ в Москве. My father Khalis Yusupov is the driver and my mother was the best pit crow of her time. Nowadays, my grandfather is a hard-working man who is firmly committed to the succession of generation. My great dream from father to son coming true in the future. I dream of continue my grandfather's business and I decided to be a businessman. Ауылым алтын бесік қар орманым, куәсі бал дәуірінің ағарманын. Ауылым иран бағым жер жәннәтім, перзенттік парызым деп ән арнаймын деп, өзімнің ауылымның өсіп өркендеуіне, кәсіптердің дамуына, шаруашылықтардың кеңеюіне өз үлесімді қосамын.